Balamыздың аты Омар. Омар balamыздың әкесі. Бүгін тұсауын кесуге алып келді, тұсауын кесті. Жылдан, давай. Жылдан! Построение жылдан, давай. Как былай істеміз? Тұсауын кестік. Қызық болып жатыр мерді. Сөйтсе жа тұсауын кестік, маған бүйтіп қалтасы бүйтіп жатыр. Қанша дейді маған? 95-ші жылғы патсам ғой. Қанша деп қойды маған. Енді кішке сыпайы, аға қанша аласыз деген жоқ та. Қанша? Сонша айтайын деп отқанмен айтмадым да я. Мен ақша алмаймын. Шапан қайда? Шапан кигізбейсің ба? Ырым ғой дейді. Мұхит ағай жаңа беру керек қой дейді. Мен ақша алмаймын негізі. Негіз емес, вообще алмаймын. Біреулер қинап беріп жүреді, амал жоқтан аламын дегенсің ба? Жалпы көңілге ниетіңе рахмет. Мына Омар баламыздың тұсауын кесуге лайықты қылып, мені таңдап, осындай құрметке сыйлап келіп отқаныңа саған рахмет. Жаңа тілегімді айттым. Жалпы сұрап жатырмын. Енді берген нәрсені алу керек. Қайтармау керек та, бірақ мен бұл жерде былай істейін деп отырмын. Қанша бересің десем, ағай 20 мың теңге беремін. 20 мың теңге. Мен бұл жерде былай жасаймын. Бұл жерде қай баланың кішігірім былай ата-анасы уақыт сыйып қалды былай оплата жасауға, или болмаса кішкене ата-анасы былай кішкене қиналып жүрген, көп балалы болмаса, балалар бар ма мұнда? Кім? Көп балалы? Қай сырым? Сырым балам ба, көп балалы ма? Неше ағайынсыз? Неше ағайынсыз? Үйде қанша? Үйде қанша? Әнен қарындасың, әпкең, ағаң? Төртеусіңдер ма? Міне көп балалы бала. Төлемақы қанша жасайды бұл бала? Как раз төрті ғой. Төрті ма? Как раз бүгін төлемақы жасайды күні ма? Бергелі бала. Үй жүйені мәшін келе бала. Төлемақы қанша жасайды? 20 мың жасайды. Қанша? 20 мың жасай ма? Көп балаларға жеңілдік бар еді. 20 деп тұрады. 20 деп тұр ма? Жарайды, решим тайга. Мына баланың ата-анасы көп балалы екен. Бұл мен көтеріш тұршы бала мен. Мен бұл жерде жаңағы халық ел көп, көп адамдар түсінбей қалмасын. Жағдайы төмен деп не отқан жоқпын мен. Кемсіз отқан жоқпын. Көп балалы деп отыр. Мына енді ата-ана маған жаңағы тұсауын кескеннен кейін мына баланың 1 айлық төлемақысын жасап берді. Справедливо ма? Тамаша ма? Барды 20 мың теңгесін осы балаға жасап берді. Бар. Дұрыс па? Дұрыс шешім жасадың ба? Ата-анасы бір мәз болып қалсын. Давай, бар бала. Ол, жақсы еді. Алла. Осындай ағаларыңа бір қошемет жасап қойыңдаршы. Сау кесел жігіттерге айтады. Жиі кеп тұрыңдар. Осындай. Не жасайды ғой анау? Не дейді анау? Бір құрмет жасайды жаңағы. Көмек, меценаттар болады ғой балаларға. Қалай дейді ондай? Көмек жерден жасап тұрады ғой. Қолдаушылар. Қалай? Қайырымдылық. Осындай қайырымдылық жақсы жағынан жасап отырасыңдар да. Аман болайық. Рахмет бауырым, давай сәттілік саған. Давай бауырым. Все балалар. Қайдамыз үйге, сау болыңдар.